Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы SketchUp редакторының құрал-саймандар тақтасы. Сабақтың мақсаты SketchUp редакторының құрал-саймандар тақтасындағы құралдардың қызметін білу. SketchUp программасы үш өлшемді модельдерді дайындауда пайдаланылатын программалардың бірі. SketchUp программасыны іске қосу үшін пуск программы SketchUp команда қатарын орындаймыз. Программа ашылғанда суреттегідей терезе ашылады. Бағдарламаның негізгі терезесінің алдында пайда болатын кіріспе терезесі көмегімен дайын шаблондардың бірін таңдаймыз. Яғни шаблондар ішінде жай шаблон, архитектуралық жоба, модельдеу, инженерлік, бұйымдар мен ағаш деталдарды жобалау, горизонталь шаблон, кіріспе үйретуші шаблон шығады. Осының ішінен өзімізге керекті шаблонды таңдап, начать использование SketchUp батырмасын басамыз. Программа толық іске қосылғанда оның негізгі терезесі пайда болады. SketchUp терезесінде көрсетілген құралдар программаның стандартты құрал-саймандарына жатады. Программа терезесіне басқа құралдарды да орналастыруға болады. Ол үшін вид, панель инструментов, расширенная командасын орындасақ, программа терезесіне керекті құралдардың кеңейтілген түрі шығады. Яғни суреттегідей құралдар шығады. SketchUp программасында пайдаланылатын негізгі құралдармен танысайық. Яғни негізгі құралдарға выбор, таңдау қызметі керекті құралдарды немесе нысанды таңдайды. Бірнеше нысанды бірден таңдау үшін выбор құралы мен Shift пернесіні басамыз. Компонент таңдалған нысандарға компоненттер таңдайды. Палитра, бояу құрастырылған нысанды бояйды. Ластик, өшіргіш құрастырылған нысанның керексіз сызықтарын өшіреді. Сызу құралдары прямоугольник, тіктөртбұрыш сызады, линия, сызық сызады, окруженность, шеңбер сызады, дуга, нысанны құрастыруда доғалар сызады, мнаугольник, көпбұрыш, яғни қолмен сызу. Бұл SketchUp программасының сызу құралдарына жатады. Модификациялау құралдары сызбаларды 3D-ға өткізетін негізгі құралдарға жатады. Яғни осы құралдар көмегімен сызған сызбамызды 3D моделіне өткізсек болады. Бірінші, перемещение. Кез келген нысанның орнын ауыстыруға пайдаланылады. Егер Ctrl пернесін басып тұрып жылжытсақ, онда нысанның өзі орнында қалып, көшірмесі жылжиды. Екінші, тяни-толкай құралы. Нысандарға 3 өлшем беретін құрал. Таңдаған кезде, таңдаған 2 өлшемді фигураны тартып, созғанда жоғарыда пайда болады. Үшінші, вращение. Нысанды толықтай айналдыра отырып, ауыстырады, немесе белгілі бір бөлігін айналдырып көрсетеді. Следуй за мной құралы. Тяни-толкай құралының жетілген түрі десек болады. Нысандарды белгілі бір бағытқа бұрады. Масштабирование. Нысанның өлшемдерін немесе пропорцияларын өзгертеді. Контур. Ерекшеленген аймақты ішке не сыртқа тартады. Енді оқушылар SketchUp программасында тапсырма орындап көреміз. SketchUp программасының құралдарын пайдаланып параллелепипед саламыз. Бірінші, программаны іске қосамыз. Тиісті шаблонды таңдаймыз. Шаблон ішінен простой шаблон метрі таңдап аламыз. Программа терезесі ашылғаннан кейін прямоугольник батырмасын басамыз. Жұмыс алаңындағы сүйеніп тұрған
адам координаталық сызықтардың басына мегзердің үшін қойып, тік төртбұрыш сызамыз. Тени-толкай батырмасын баса отырып, тік төртбұрышты созу арқылы көлемді фигура сыза аламыз. Осыны параллелепипедтің үш өлшемді моделі. Ал енді екінші тапсырма. Төбесі цилиндрлық бас киім құрастыр. Оны боя. Бұл тапсырманы орындау үшін төмендегі әрекеттер орындалады. Бізге керекті құралдар, яғни бізге керекті пиктограммалар: окруженность, контур, тени-толкай және заливка пиктограммалардан пайдаланамыз. Осы пиктограммаларын пайдаланып, біз төбесі цилиндрлық бас киім сызамыз. Суретте көріп тұрғанымыздай. Ал енді оқушылар, сабақ түсінікті болса, сіздерге тапсырма. Бірінші сұрақ. SketchUp программасының құралдары қандай бөліктерден тұрады? Екінші сұрақ. Сызу тақтасында қандай құралдар бар және олардың қызметі қандай? Үшінші сұрақ. Модификациялық құралдар тобына қандай құралдар жатады? Төртінші сұрақ. Тени-толкай құралының қызметі қандай? Бесінші сұрақ. Окруженность құралының қызметін түсіндіріңдер. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.